Сәлеметсіздер ме, құрметті менің таразы белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2026 жылдың ақпан айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ақпан айы жалпы сіздер үшін қарым-қатынас мәселесінде тұрақтану айының бірі болуы мүмкін. Серьезный этапқа өтуіңіз мүмкін қарым-қатынаста, және осы күнге дейін қарым-қатынаста кішкене иллюзия болған болса, оның барлығы тарайтын болады. Жалпы қарым-қатынас сіздерде реттелетін периодтардың бірі, реттеле бастайды алдағы уақытта. Импульсивті болмауға тырысыңыздар бұл периодта. Енді бірінші ақпан күні айдың толуы болады. Бұл өте бір эмоциональный период. Осы кезде адамға шешім қабылдауға өте жақсы периодтардың бірі. Өйткені адам барлық картинаны, барлық пазл жиналғандай бір сезімде болады. Көп нәрсені үстінен қарап көре алады, көп нәрсені. Енді бұл сіздердің 11-ші секторларыңызда болғандықтан, бұл махаббат мәселесі болуы мүмкін. Арыстан белгісінің энергиясы шығады бұл кезде. Енді бұл жердегі сол махаббат мәселесінде сіздің армандарыңызға байланысты қандай да бір шешімдер болуы мүмкін, және онлайнға байланысты. Онлайн жұмыс барысында шешім қабылдауыңыз мүмкін. Жалпы осы кезде онлайн жұмысқа кірісуіңіз, өзіңіздің сол бір арман тілектеріңізді нақтылайсыздар осы кезде. Жалпы өзіңіздің арман тілектеріңізге байланысты сондай бір онлайн жұмыс, социалды өзіңіздің орныңызға байланысты өмірдегі маңызды шешім қабылдауыңыз мүмкін. Енді бұл арыстан белгісі болғандықтан, жаңағы айтқандай, онлайнда сіздер бәлкім өзіңіздің парақшаңызды ашасыздар, өзіңізді көрсете бастайсыздар, онлайнға шыға бастайсыздар, жаңағыдай өзіңіздің парақшаңызды активті түрде жүргізе бастауыңыз да әбден мүмкін. Одан кейін 3 мен 8 ақпан аралығында напряженный аспект бар. Бұл Меркурий планетасы мен Уранның арасындағы квадрат аспекті. Бұл екеуінің квадрат аспекті кезінде ақша мәселесінде қарыз, инвестиция және бір салық мәселелері алдыңғы планға шығуы мүмкін. Бәлкім сіздер несие аласыздар, демалыс болуы мүмкін, демалысқа байланысты несие. Бәлкім сіз шаршаған болсаңыз, қандай да бір жолмен болсын демалысқа кетуді жоспарлайсыздар, өзіңіздің партнеріңізбен кішкене напряженно өтуі мүмкін, жаңағыдай бір қарызға алуыңыз мүмкін. Сондай бір мәселелер болады бұл кезде. Және де бұл тұрақты мүлікке байланысты қандай да бір мәселелер болуы мүмкін. Жалпы сіздің балаларыңыздың мәселесі болуы мүмкін, соларға қандай да бір қаржы керек болуы мүмкін. Жалпы қаржы мәселесі, демалыс мәселесі сіздерде кішкене напряженно болады, кішкене сөзге келу деген сияқты мәселелер болады партнеріңізбен, сүйіктіңізбен. Одан кейін 7 ақпаннан бастап сәуірдің ортасына дейін Меркурий планетасы сіздердің 6-шы секторларыңызда болады. Жалпы жұмысқа байланысты тұрып қалған жағдайлар болса, бір нәрсені күтіп отырған болсаңыз, бір жұмысты күтіп отырған болсаңыз, осы кезде басталуы мүмкін қозғалыстар. Жалпы Меркурий планетасы бұл біздің логикамыз, бұл біздің іс-әрекетіміз, іс-қимылымыз, біздің басқалармен сөйлесу стиліміз, жұмысқа байланысты. Егер жұмысқа собеседование, жаңағыдай бір жаңа жұмысқа тұрайын деп жатсаңыз, сөйлесу керек болып жатса, коллегаларыңызбен бір қандай да бір нәрсені обсуждать ету керек болса, осы кезден бастасаңыз болады. Жалпы жұмысқа байланысты мәселелерге өте қолайлы период деп айтуға болады. Жаңа жұмысқа тұрып жатсаңыз, осы кезде бастаңыздар. Енді бұл 6-шы сектор болғандықтан, денсаулық мәселеңізде болуы мүмкін. Денсаулығыңызға байланысты емханаға жүгінуіңіз мүмкін, қандай бір анализдар тапсыруыңыз мүмкін. Жалпы денсаулығыңызды қаратуға да өте жақсы период деп айтуға болады. Егер қандай да бір жеріңіз мазалап жүрген болса, осы кезде емханаға жүгінуге де болады. Және де енді бұл балықтар белгісі болғандықтан, созылмалы ауруларыңыз болса, қандай да бір бұрыннан бері ауырып жүрген жерлер болса, міндетті түрде осы кезде баруға тырысыңыздар емханаға. Айдың 2-ші жартысынан бастап планеталардың барлығы сіздердің 6-шы секторларыңызда тізілетін болады. Жалпы сіздер үшін 6-шы сектор өте маңызды болады осы айда. Енді бұл сіздердің жұмыс, денсаулық секторларыңыз, жаңағы айтқанымдай. Енді бұл кезде сол жұмысқа тұрам деп жүрген адамдар болса, осы кезде қимылдасаңыздар болады. Одан кейін 12-сі күні сіздердің болашағыңызға жауап беретін ай түйіні, сіздердің жалпы дамуыңызға, даму эволюцияңызға, осы өмірдегі жүріп өтетін жолыңызға десек болады, жауап беретін айдың түйіні Меркурий планетасымен бір нүктеде қосылатын болады. Бұл жаңағы айтқандай сіздердің 6-шы секторларыңызда өтеді. Осы кезде өзіңіздің болашағыңызда өзіңізге пайда алып келетін қандай да бір істі бастауыңыз мүмкін, немесе жұмысты бастауыңыз мүмкін. Жалпы осы кезде жаңағыдай жұмыс барысында сөйлесулерге, собеседованияларға баруға
тырысыңыздар, иә. Өйткені сіздің болашағыңызға пайдалы бір жұмысты осы кезде тауып қалуыңыз мүмкін. Бәлкім сізді сол кезде қайтарып жіберуі мүмкін, бірақ та кейін сізді қайтадан шақыруы да мүмкін. Осы кезде өзіңізге қандай да бір инсайт алуыңыз мүмкін. Сіз бәлкім жаңағы собеседованияға барасыз, бірақ сізге қандай да бір идея келуі мүмкін осы кезде, иә. Сол үшін осы кезде сондай мәселелерге арнаңыздар өзіңіздің уақытыңызды. Одан кейін 14 күні Сатурн планетасы 7-ші секторларыңызға 3 жылға кіретін болады. Сатурн планетасы бұл дисциплина деймін, жауапкершілік, карманың планетасы, тәртіптің планетасы жалпы, иә. Сатурн планетасының жүрген жерінде әрқашан реттілік пайда болады. Енді 7-ші сектор бұл сіздердің өздеріңіздің секторларыңыз деп айтсам болады. 7-ші сектор бұл қарым-қатынас секторы. Жалпы таразы белгісі үшін қарым-қатынас бұл өте маңызды сфералардың бірі өмірдегі, иә. Сіздер қарым-қатынас секторын алдыңғы планға қоясыздар. Жалпы жұмыста болсын, жеке өміріңізде болсын, сіз үшін қарым-қатынас мәселесі, оның идеальный болуы, оның жақсы болуы өте маңызды. Өйткені сіздер қарым-қатынаста барлығы дұрыс болса, сізде де барлығы гармоничный болады. Яғни сіздер қарым-қатынастағы гармонияны жақсы көретін бірден-бір белгісіздер. Сол үшін сіздерде осы жылдан бастап алдағы 3 жылда сол мәселеде реттілік пайда болады. Жаңағы айтқандай Сатурн планетасы барлығын реттейтін болады. Иллюзия бар болған болса, қарым-қатынаста кездесіп жүрген адамыңыз бар болса, немесе өзіңіздің жарыңыз бар болса, жалпы сіздердің қарым-қатынасыңызда қандай да бір ясность пайда болады, иә. Жалпы қарым-қатынаста кішкене бағана баста айтқанымдай иллюзия бар болса, кішкене өзіңіз көзіңізге розовый очки киіп жүрген болсаңыз, соның бәрі реттелетін болады. Яғни сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызға кәдімгідей серьезно қарайтын боласыздар. Одан кейін жұмыс барысындағы серіктестіктерге келетін болсақ, бұл кезде алдағы 3 жылда жалпы Сатурн планетасының ингрессиясы енді осы 7-ші секторға болып жатқандықтан сіздерде партнерство, серіктестік деген сияқты мәселелер болуы мүмкін. Жалпы сондай бір серьезный, қомақты ақшаға байланысты қандай да бір келіссөздер, сервистіктер пайда болуы мүмкін сіздерде алдағы уақытта. Одан кейін енді сол өте бір серьезный қарым-қатынас деп айтуға болады Сатурн планетасы бойынша. Енді бұл Сатурн планетасы тоқты белгісіне кіріп жатқандықтан, ал тоқты белгісі бізде кішкене импульсивті белгілер, қатты импульсивті болмауға тырысыңыздар. Қарым-қатынаста жаңағыдай қатты айтып тастап, адамның көңіліне қарамай деген сияқты. Жалпы Сатурн планетасы бізде өте сондай қатал белгілердің бірі деп айтуға болады, ал тоқты белгісі ол кіріп жатқан жер, ол тоқты белгісі. Ол импульсивный, қаталдық пен импульсивтілік қосылғанда кішкене адам қатыгез болып кетуі мүмкін. Сол үшін таразылар қатыгездіктен өздеріңізді сақтаңыздар, қатыгез болып кетпеңіздер. Барлығын жаңағыдай өзіңіздің табиғатыңыз бойынша компромиспен шешуге тырысыңыздар, иә, қандай мәселелер болмасын. Енді бұл Сатурн планетасының ингрессиясы әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір адамдарда ажырасу болуы мүмкін, кейбір адамдарда керісінше өте мықты қарым-қатынастың қалыптасуы, үюді болуы мүмкін. Енді ол әр адамның жеке картасына байланысты, жеке ситуациясына байланысты. Одан кейін 17-сі күні бізде күннің тұтылуы болады. Тұтылулар бұл өте маңызды деп айтамын, өйткені бұл адамның тағдырына байланысты өте маңызды өзгерістер алып келеді. Жалпы бұл күннің тұтылуы сіздердің 5-ші секторларыңызда болады. Соқиғыш белгісінде соңғы рет бұндай тұтылу 2018 жылы болған болатын дәл осы жерде. Сол 2018 жылы не болды, соны еске түсіріп көріңіздер, қандай бір мәселелер болды, махаббат мәселесінде, одан кейін балалы болу. Жалпы 5-ші сектор бұл біздің махаббатымыз, балаларымыз. Сондықтан 2018 жылы бәлкім балалы болдыңыз, сол мәселе қайталануы мүмкін, яғни балалы болуы мүмкін көп адамдар. Немесе сондай бір өте серьезный қарым-қатынасқа түсуіңіз мүмкін, немесе 2018 жылдан бері жүріп келе жатсаңыздар, осы кезде үйлену процесі болуы мүмкін сіздерде. Той-томалақтың секторы 5-ші сектор, сол үшін бұл кезде енді бір адамның тағдырына байланысты жаңағы айтқандай өзгерістер, той болуы мүмкін. Бәлкім 2018 жылы сіз үйленіп, одан бері ажырасып кеткен адамсыз ба, енді әркімнің жағдайы әртүрлі, қайтадан үйленуіңіз мүмкін, екінші рет үйлену деген сияқты. Сондай бір махаббатқа байланысты, той-томалаққа байланысты немесе балаға байланысты мәселелер
балалы болу. Одан кейін 20 мен 22 күн аралығында аспанда тригон аспекттары көп болады. Бұл дегеніміз өте бір позитивный күн, мүмкіншіліктердің күні деп айтуға болады. Осы кезде өзіңіздің қандай да бір мәселелеріңізді жоспарласаңыз болады осы күндерге. Келіссөздер болсын, жаңағыдай бір сөйлесулер болсын, кездесулер болсын, осы уақытқа жоспарлаңыздар. Жалпы көп жағдайларда ситуациялар сіздердің жағыңызға қарай жағылып тұрады. Сол үшін осы период өте жақсы күндердің бірі осы ақпан айындағы. Одан кейін осы 20 күні тағы бір маңызды аспект бар. Бұл Нептун планетасы мен Сатурнның бір нүктеде қосылысы. Бұндай аспект бір адамның өмірінде бір-ақ рет болады. Тарихта қалатын қосылыс деп айтуға болады. Өте ақырын жүретін планета Нептун мен Сатурнның қосылысы, және екеуінің энергетикасы екі түрлі, бір-біріне қарама-қарсы деп айтсақ болады. Сатурн бұл біздің санамыз, біздің жаңағы суық басымыз деп айтсақ, ал Нептун планетасы бұл біздің қиялымыз, бұл біздің бейсанамыз. Біреуі сана, біреуі бейсана. Бұл екеуінің тоғысуы. Жалпы бұл сіздердің 7-ші секторларыңызда болады. Жаңағы айтқанымдай, 7-ші сектор бұл қарым-қатынас, махаббат, үйлену, той болатын секторлардың бірі, жаңағы некенің секторы деп айтуға да келеді. Серіктестіктің секторы. Жалпы бұл екеуінің қосылысы кезінде сіздер жаңағы иллюзиямен жаңағы реальный действие, реальный әрекетпен деген сияқтыны түсінетін бір период деп айтсақ болады. Жалпы иллюзияны қалдырып, жақсы бір әрекетке көшетін кез, соны түсінетін уақыттардың бірі деп айтуға болады. Осы уақытқа дейін жай ғана жүріп келсеңіз, қандай да бір өзіңіздің алдыға қойған мақсатыңыз болмаса, әйтеуір армандап жүрген болсаңыз, соның барлығы өзінің формасына келе бастайды, және сондай жұмыстар алдыға жылжи бастайды шын мәнінде. Яғни мына жақта ғана емес, әрекеттер пайда болады сіздерде. Сол қарым-қатынас секторында, неке секторында, серіктестік секторында. Енді бұл екеуінің қосылысы тоқты белгісінде болып жатқандықтан, тоқты белгісінің импульсивтілігінен өте абай болыңыздар. Жалпы Сатурн планетасының энергетикасын пайдалануға тырысыңыздар, барлығын ойланып, толғанып шешіңіздер, қатты импульсивный болмауға тырысыңыздар. Одан кейін 26 күні Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кіретін болады 21 наурызға дейін. Меркурийдің ретро кезінде бұл қайталау, бұрынғы істелген жұмыстарға оралу, аяқтау дегенді білдіреді. Жалпы Меркурийдің ретро кезінде өзіңіздің осыған дейін істеген жұмыстарыңызға анализ жасауға тырысыңыздар. Енді бұл ретро қозғалыс сіздердің 7-ші секторларыңызда болып жатқандықтан, қағаз мәселелері, жаңағы юридический мәселелерде, заң жұмыстарында, келісім шарт, келіссөздер жүріп жатса, қағаздар болса, договорлар болса, өте маңызды нәрсе. 2 рет тексеріңіздер, 3 рет тексеріңіздер. Жаңағыдай бір специалисттарға, эксперттерге жүгінуге тырысыңыздар, сол сферадағы мамандарға жүгінуге тырысыңыздар, және де сондай бір договор жасап жатсаңыздар, мейлі ол қандай договор болсын, міндетті түрде тексертіңіздер, және сондай нәрселерді өз мамандарына жасатуға тырысыңыздар. Жаңағыдай салғырттық болмасын, өзім жасай салам, жаңағыдай өзім шығара салам, компьютердан, интернеттен жаңағы жүктеп ала салам деген сияқты мәселе болмасын. Міндетті түрде өзіңіздің ойыңызда түзілген нәрселердің барлығын жаңағыдай сол жақтағы мамандарға айтыңыздар, және олар да өз жағынан өзінің білімдерін қосады сіздерге. Жалпы келіссөздер мәселесінде, қандай да бір құжаттар мәселесінде өте абай болуға тырысыңыздар. Міндетті түрде қайта-қайта тексеріңіздер. Міне таразылар, сіздерге арналған ақпан айына астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.